Всем ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Бүгінгі видеода 500 теңгелік, 1500 теңгелік, 5000 теңгелік аккаунттарды көрсететін боламын. Көрсетемін дегенде енді обзор. Ал енді сендер құр қарап отпай тіркеліп лайк бас кете қойыңдар. Ал енді біздің 500 теңгелік аккаунтымызға обзор. Аккаунт енді нормальный, былай мықты деп айта алмаймыз. Эмоция жағы нормальный әзірше. По идее 11 эмоция бар. Эмоциясы жақсы жалпы. Одан кейін өздерін байқағандарындай кулак. Бұл кулак өзіме қатты ұнады. Бастамасы жақсы енді, складқа кетті енді дейтін. Складтары жақсы секілді. Мынау айтқандай мықты емес енді. Не дегенмен 500 теңгелік аккаунт қой. Сен егер де маған тіркелмеген болсаң, тіркеліп лайк бас кете қой. 10 000 подписчикке сендермен бірге жетеміз. Ал енді сендердің барлықтарына сендім. Осындай бас киімдері бар екен, нормальный былай болады енді. Одан кейін осы золотой жекпот, осындай и маска, очкиге келетін болсақ, вампир бар екен, нормальный болады. Джокер бар одан кейін, нормальный болады, Енді өздерің көргендерінде бұрынғы золотой жекпоттар ғой, Енді дейтін, бұл аккаунт енді ақшасына стоит енді. Даже дейтін, не стоит қой, 1000 теңгеге болса да жақсы ғана аккаунт дейтін. Ал енді ары қарай обзорды музыкамен көріңдер. Енді ары қарай мен озвучкамен көресіңдер енді. Жандарым, сол сендер сағынып кеттім ғой, бар ғой ше. Ал енді біз енді 1500 теңгелік аккаунтқа кеттік. Ал енді біздің 1500 теңгелік аккаунтымыз осы. Былай негізі стоит негізі ше. Эмоциялар жалпы нормально. Болады негізі былай ойнағанға. Одан кейін дейтін, осындай тағы да осындай эмоциялар бар екен. Өте күшті, өзіме ұнап жатыр. Бастамасы жаман емес. Ал енді осы видеоға 1000 лайк жинай аламыз ба? Егер де осы видеоға 1000 лайк жиналса, сендерге 100 алмасын салып беретін боламын. Еркекше, бибекше ғой, Ал енді складқа кеттік енді, бізде набордан осындай динозавр, динозавр деппін ғой, осындай бар екен. Енді мен еңбегімді босқа жібермеген, сендер де тіркеліп лайк бас кетсеңдер өте жақсы болар еді. Озвучка жасау да оңай емес, дұрыс болмай қалса қайттан жасайсың, сондай ғой, Осы аккаунттың обзорын ары қарай музыкамен көре беріңдер. Кеша, вставай, музыка!
Короче дейтін маскаға да кек қаппыз. Маска деппін ғой, киімге кек қаппыз, короче. Енді бізде киімге енді осындай наборлар бар, короче, мынандай дене дейді, татуировка, түрмеге шыққан, короче, мынандай. Короче, адам өлтірген мықты бала деген сияқты ғой бәрі, короче. Короче, енді тоқтаусыз озвучка. Короче, бізде осы, одан кейін бір BTS бар екен, BTS ба, короче, сондай осы наборы бар екен. Нау дейтін, болмайды нау дейтін. Одан кейін үйленетін бала бар екен, короче, болады нау дейтін, күшті, нау нормаль. Жалпы дейтін аккаунт өзіме ұнау да. Тезірек мен YouTube каналыма тіркеліп кетейік барлығымыз. Сол кезде боласын деп красавчик болып қабат. Оттамасай, соттамасай деп музыка айтып кетсен де. Бұл аккаунттың дейтін оружиясы өте жақсы деп қойып, мына МК-ны қарашы, ё-моё. Бірақ та АК зор енді, науда зор, короче, Скар зор, Гроза, Фамас, не деген скиндер бар ғой. Бұяқта дейтін өзіме ең қатты ұнайтын Юмпи ғой, короче. Енді дейтін бұл Юмпи дейтін, короче, ютуберлердің өзінде жоқ қой. Короче, енді 5000 теңгелік аккаунтқа өттік. Ал енді аккаунт осы енді эмоция жағынан гүл беретін бар, короче, одан кейін трон бар, бәрі бар ғой, короче, бұл аккаунтта дейтін, короче. Ал ендеше складқа кеттік. Енді дейтін складта дейтін айуан ғой, ё-моё, нан қарасыңдаршы, Динодан екеуі бар, короче, нандай. Бас киімге келетін болсақ, олдскүй ғой барлығы. Мынандай аккаунтты көрмепсің, бұл өмірді сүрмепсің ғой, короче. Енді аккаунт дейтін просто топ, бомба, падам ғой, короче. Ё-моё, не деген көп қой, бас киімнің өзінде 217 бар ғой, ойлансаңдаршы, ебайт қой. Ал басқа аккаунттарда болса киімнің өзінде 200-ге де жетпейді ғой, ё-моё. Енді дейтін өте күшті бас киімдер бар екен. Енді, короче, маскаға емес, бірден денеге өтіп кете салайық. Енді, короче, үстіге дейтін осындай, короче, дейтін ақ водолазка, қара водолазка, бәрі бар ғой, ебайт. Ероханың футболкасы бәрі бар ғой, ё-моё. Олар мейлі ғымна бас киімдегі Челсидің бірінші бас киімі ғой, нау дейтін. Жақсы болады негізі. Ал енді оружие жағына келетін болсақ, осындай оружиялар бар екен, короче, еба, Скар 5 бар екен, бұда дейтін. М40 тағы да 5 бар екен, зор ғой, короче. Короче, аккаунтты алсан өкінбейсің ғой. Сендер осы видеоны құр қарап отпай, тіркеліп лайк бас кетіңдер. Осымен біздің видеомыз аяқталып қалды. Ал сендермен болған мен Нурик. Ал давайте, всем пока, удачи, go!